Атырау облыстық тарихи өлкетану музейі 100 шақты күміс зергерлік әшекеймен толықты. Әртүрлі сақиналар мен білезіктер, белдік пен сырғалар 19 ғасырдың соңы мен 20 ғасырдың басында жасалған. Әрқайсысы халқымыздың өткеннен сыр шертіп, таным түсінігінен мол мағлұмат береді. Мәселен, құс тұмсығына ұқсас жүзік бақыттың символы және жаңа өмірдің бастауы деп танылған. Ал білезікті әйел адамдар сәндік үшін ғана тақпаған. Оны жамандықтан қорғайтын бұйым деп санапты. Нағыз өнер туындылары осыған дейін жеке тұлғаның қолында сақталып келген. Атырау облыстық музейіне өткізілген аса құнды жәдігерлерді енді мұражайға келушілердің барлығы тамашалай алады. Сол арқылы қазақ халқының салт дәстүрі мен наным сенімі жайлы білімін жетілдіруіне болады. Жалпы музейдің қорында бұған дейін тарихи құндылықтар өте көп болатын зергерлік бұйымдар, ал бүгінгі күні музейдің қоры 100-ден астам зергерлік бұйымдармен толықты. Бұл тек қана Атырау өңірінің батыс Қазақстандікі емес, жалпы барлық Қазақстан бойынша оңтүстік, солтүстік, батыс, шығыстың зергерлік бұйымдармен толықты. Бұл бізге жалпы зергерлік өнердің қалай дамығандығын кеңінен насихаттауға көп көмегін тигізетін болады.